Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді және өте оңай пісіретін тағам дайындаймыз. Ең алдымен бізге асқабақты алып, осылай видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Етті де видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Пиязды да ұсақтап турауымыз керек болады. Енді ас пісіретін табағымызға су май құйып, оның үстіне етті салып қуырамыз. Ет жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне пияз саламыз. Тұз салып, дәмдеуіштер қосуды ұмытпаймыз. Енді асқабақтың да кезегі келді. Бәрін жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне су құямыз. Менде осындай кішкентай ғана қамыр болатын, соны жақсылап тұрып, жұқа қылып иледім. Қамырымызды жайып алғаннан кейін оның үстіне су май жағамыз. Қамырды осылай видеода көрсетілгендей немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесесіз. Қамырды жаңағы қуырылып жатқан асқабақтың үстіне саламыз. Тамақты дайын болғанша 10-20 минут пісіреміз. Мінекей өте тез әрі оңай дайындалатын тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.